Мен түнімен университеттің химиялық лабораториясында жұмыс істедім. Жаңа жылға дейін жаңа галлюциногендерді зерттеу керек еді. Бір кезетте менің басым қатты ауыра бастады. Құлағым шулай берді. Курткамды киіп алып далаға таза ауамен серуендеп қайтуға шештім. Далада нағыз қысқа аяз тұрды. Ағаштардың бұтақтары қырауланып тұрған. Айналада бәрі тып-тыныш. Далада ешкім болмаған. Парктың ішімен серуендеп жүргенде ағаштардың арасында иесіз қалған үйді көрдім. Білмеймін не, бірақ оның ішіне кіруге мені бір тылсым күш итермеледі. Шіріп кеткен тақта едені аяқ астымда сықырлады. Терезелер бірнеше жыл сүртілмегендіктен олардың үстін қалың шаң басты. Бір бөлменің ішінде бүткіл жерде қуыршақтар шашылып жатқан. Бөлменің бұрышында ақ көйлекті күттай қыз тұрды. Қолында ұстап отқан қуыршақпен сөйлесіп отқан. Менің қадамымды естіп, ол маған қарай бұрылды. Мен ойладым, ол күттай қыз деп, бірақ оның түрі әжім-әжім, қорқынышты, сұмдық кемпірдің түрі болған. Оның көздері оттай қызыл түсті. Өзінің ұзын және өте жұқа тілімен ол жыландай ысылдады. Қуыршақтар өз орындарынан тұрып, бір-бірінің қолдарынан ұстап мені қоршап қысай бастады. Содан соң олар маған бас салды. Менің курткамды жыртып және мені тістей бастады. Кемпір маған қарап күлей берді. Содан ол маған бұлай деді: Сен әлі біздікі емессің, бірақ тағы да мына жаққа қайтып келсең, сен жексұрын қуыршаққа айналасың, түсіндің бе? Деді ол маған. Сен көріп отқан қуыршақтар, олар бұрын адам болған. Сен не, білген жоқсың ба, өлген адамдар қуыршаққа айналатынын? Мен бар күшімді салып қуыршақтардың қолынан шығып қашып кеттім. Осыдан соң мен қуыршақпен ойнап жүрген қыздардан аулақ жүремін. Бұл бейнеролик ұнаса, менің арнама жазыл, лайк бас, және ВК-дағы группама тіркел. Көріскенше, қайырлы түн.